Сәлем, YouTube әлем. Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біздер дейтін Майнкрафт ойнайтын боламыз. Мен енді осылай амандасатын боламын, күнде осылай амандасып тұратын боламын. Бүгін біз Майнкрафт выживать ететін боламыз. Кеттік. Короче, біз қазір ағаш фармить етіп алайық, а то мен үйімде ағаш вообще бітіп қапты. Короче, қазір ағаш фармить етіп болғаннан кейін фармить еткенімді көретін боласыздар. Монтаждағанда тездететін боламын. Кеттік. Ал енді достар, короче дейтін ағаш фармить етіп болды. 31 ағаш фармить еттік. Осыны тездеткен ойдан қазір біздер дейтін далаға кітапхана жасайтын боламыз. Бұл кітапхананы мен далаға жасаймын. Бірақ мен далада көп жерлерім қаматшы бар. Қараңызшы, ағаштарды сынып тастайын ба десем, бұл да болмайды. Сындырғым келмейді да ше. И мен оны үйге қоятын сияқтымын. Мынау дейтін болмайды. Или мен оны үшінші этажға қойып тастасам да болады. Үшінші этажда осындай заттар, короче. Онша мықты заттар бар деп айта алмаймын енді. Почти что 2 стак шықты. Қазір бұдан дейтін біз кітапхана жасайтын боламыз. Кітапхана дегенде мынандай книжный шкаф. Осыны жасаймыз деп біз бұны былай қоямыз. Так. Бұлай. Енді жеріне біреу қою керек. Қазір мен үйімде тағы да біраз бар. Қазір міне 22-сі. Короче, мен үйімде біраз бар. Соны қара бердік қой. Мынау керең жоқ сияқты. Біз тағы да жасалайық. Бізде не жоқ қой, кітап жасау керек қой, ұмытып кеттім. Кітап жасаймыз, кітап. Кожа керек, ол үшін кожа, кеттік кожа. Кожа мен үйімде бір шамасы бар. Бір шамасы деген тозақ кожа бар екен. Оның өзі нормально жетеді, нормально. Қазір бұған 3-ақ жетеді. Мен әлде тағы өсіретін болам. Ой-ой-ой. Мына жерге мынаны қойып бұлай. Вообще күшті болды. Кейін мынаның бәріне бұлай қойып қоям. Мен бұны факелді алып тастасам ше. Жарайды тұра берсін, әдемі болып тұр. Короче, мен 3-ші этажға. 3-ші этаж менің кітапхана бөлмем болатын болды. Бұл жер енді тоқташы. Бізге тағы да кожалар керек. Ол кожалар табу үшін мына заттарды өлтіру керек. Оны табу үшін ар жаққа бару керек. Кейін жалғастырамын, короче. Ана менің тұзағыма көп аңдар түсіп кеткен сияқты. Қарып кетек. Достар, комментария жазып, лайк басып отырыңыздар. Жек көрім осы жеп жылы берген. Сәлем, крипер.
Илағай крипер. Қазір бұны бұлай өлтіреміз. Оп, тұшады. Ой. Болды кеттік, короче. О, атысқысы келеді біреулер. Ой-ой. Ой, бұл оқыды қойып берген. Кеттік, короче. Біздің қарымыз ашты, жүгіре алмаймыз. О, үйімізді алдыға. Осылай қойып қоямыз. Ой, соқыр. Қаттың вообще. Ой-ой. Компьютермен ойнап, телефонмен ойнаймын. Достар, сіздер түсінбей отқан шығарсыздар. Мен 2 видеоны қосқан болатынмын. Сондықтан да екеуі де бір видео сияқты түсіністікпен қарайсыздар деген ойдамын. Сыртына емес, ішіне емес, сыртына осындай өте деу кітапхана салдым. Бұл кітапхананың ішін қараңыздар. Йонан қараңдар, йо-майо. Бұнымен де біткен жоқ әлі. Мұна жақта да бар. Тержел, вау, қараңдар, қандай керемет графика. Вау, Майнкрафт дейтін жесткий бар вообще. Сынап қаласың осындай жерлеріне. Короче, қараңдар, йо-майо. Нан дейтін творческийдан да жасау қиын сияқты. Болған қанша уақытымды кетірдім, қанша уақытым босқа кетті деп айтпай қойын, бірақ сіздер үшін тырысып салдым. Қараңдар, мынаның бәрін, осының бәрін выживать етіп салу оңай емес. Сол үшін лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Еще кирпич табу үшін оның ана судың ішінен кіріп андай бір нәрселер шығады. Содан 4-еу береді. Біреуіне қанша алады оның, йо-май. Сендер білесіңдер ма сонша? Мен сонда да сендерге осылай контент жасайыншы деп видео түсіріп отырмын. Короче, достар, сіздер менің не айтайын деп отырмын, ұмытқаным деймін. Короче, қараңдар, достар, сендерге бұның бәрін көрсеттім ба, көрсетпедім ба білмеймін. Бір төсегін төбеге оқып қойғам. Білмеймін, мен төбеде жатқым келді өзімнің. Төбеде жатқым келді, сосын бір төсегін төбеге оқып қойышы, бір түрлі болып тұр. Қараңдар, әдемі, бірақ түрлі түсті болған құртып тұр енді. Білем, құртып тұр. Сол үшін бұларды абысым түрлі түсті болып тұрғандарды. Негізі әдем ғып, қарақ қып істеймін деп ойлағым ғой. Қой шықпайды ғой, йо-май. Шаршатып жіберді ғой. Қой шықпайды. Осының өзін қанша уақыт істедім. Міне мыналар дейтін қап кеткен заттар бағанағыдан. Біраз заттар қап кетті. Мына скелет өлтіргем, мына кирка өзімдікі. В общем, солай. Не оқылды, ема, кетіп қалып түсіп қалды. Яқта да біреу бар тұрған міне. Бұның бәрін мен бір туалетке қойып қоямын. Короче, қараңдар. Сіздер қазір бұндай аппақтарын аламыз да мына жерлерге қойып қоямыз. Короче, бар ғой. Осылай қойып қоямыз. Короче, осылай қоямыз да. Бір оңға қойсам екен. Жерге қойып қойсайын.
Мен артықтарын төбеге қойған едім, по-моему, жоқ. Мен қайқа қойып едім, ей артықтарын бір жерге қойып едім. Айтпақшынан көшірейікші. Мына кітапхана болып барамын. Әлде тұра берсін ба? Қойшы кітапханамда тұрсын, иә? Иә деймін. Жоқта болайық бірінші. Осыны кітапхананы жасаған қанша уақыт болды ғой, емі. Кітапхана мақыл ғой, оны біраз уақыт мақыл енді жасайсың ғой, бірақ ананы теші, кітаптарын жинауды теші, ол үшін мынандайлар керек, оның бәрін жинап. Қарындашаш өсіп қояды. Уже дегенде біраз уақыт болып қалды алмаға. Негізі кеше бітірдім бұның бәрін. Мына жерге қойайын. Вау, жап-жарық. Негізі кеше бітіп қойған бұның бәрін. Бүгін сендерге видеоға салайын деген. Кеше түнгі 12-де ма біттім. Ондарда бастап 2 сағат бойы ойнадым. Қазір зарядта қанша қалды? 80 қалды. Мен дейтін ана зарядты 100 кезіне бастап ойнап отырмын. Әлі 20% кеткен бе? Мен дейтін 1% неше сағатта кетеді ғой. Ойлаңдар, 20% кеткен. 20%-ің 3 сағат па, 4 сағат па ғой? 2 сағат па әлде? Сондай бір нәрсе ғой. Сонда да сендерге контент жасайым деп, мен сендерге видео түсіріп отырмын. Сондықтан да лайктарыңызды аямай басыпсаңыздар. Жарай ма, достар? Мен сіздер үшін осының бәрін жасап тырыстым енді. Осы контент шығар деп. Контент болса, комментарияға контент деп жазып кетіңіздер. Контент емес болса, комментарияға контент емес деп жазып кетіңіздер. Қарнымыз ашып кетті ғой. Бүгінгі видео осындай болмақ. Мен сендерге көрсетейін деп осыны жасадым. Мынау менің магазинім, сендер білетін шығарсыңдар. Айтпақшы, достар, сендер бармыз ба ше? Жоқ қойш, әлі емес. Әлі уақыты келген жоқ. Алғым кеп тұрған жоқ. Ойбай, жарылмаш. Блин. Дан болмады. Сода екен, ұмытып кеттім ғой. Короче, достар, күшті контент болды деген ойдамын. Дейтін бармыз ба ше? Жесткий контент деп ойлаймын. Ал, достар, сендерге менің видеом ұнады деген ойдамын. Ұнаса комментарияға жазып кетеміз. Және менің подписчиктер тақтасына түскілеріңіз келсе, мен оны алдыңғы видеода айтып қойдым. Ол алдыңғы видео шықпай ма білмеймін. Тағы да айтып кетейін. Ол подписчиктер тақтасына түсу үшін сіздер дейтін 5 комментария немесе 10 комментария жазып кетіңіздер. Егер де 3-4 комментария жазсаңыздар, шықпай қалуларыңыз мүмкін. 2-1 комментария жазсаңыздар. Егер де 5 комментария жазатын болсаңыздар, мен сіздерді подписчиктер тақтасына түсіретін болам. Соның өзі қандай реклама десеңіздер, менде 70 подписчик болған екен. 70 па? Соңғы рет қараған кезімде 69 еді. Қазір бұл видео шығам дегенше 70 па, 71 ма болып қоятын шығар деген ойдамын. Ал ендеше давайте.